Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз витаминге өте бай салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына шейін көріңіз. Ең алдымен таза алмамызды осылай жұқа етіп кесіп, кейін кубиктап турап алатын боламыз. Мен бұл жерде бір тарелка шығатын салат дайындайтын боламын. Сіздер көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Бізге керектісі бір дана алма, жаңғақ және қызылша керек болады. Міне осылай барлық алмамызды осылай көбіктеп турап аламыз. Көрінісі өте керемет. Міндетті жасап көріңіздер. Кез келген қонақтарға да ұсынсаңыз болады. Ортасында керек емес алманың заттарын кесіп алып тастаймыз. Грек жаңғағымызды дәл алманың көлеміндей кішірейтіп турап алатын боламыз. Барлығын дәл осылай турап алдым. Түрлі құрғақ жемістерді қоса берсеңіздер болады. Мен бұл жерде осы жаңғақ қана қолданамын. Көп зат қажет етпейді және дәмі де өте керемет. Қызылшамызды дәл осылай турап алдым. Көбіктап барлығын бір келке турап аламыз. Енді осы турап алған заттарымызға кішкене шым-шым тұз қосып, кішкене майонез қосатын боламын. Бір ас қасық майонез қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Дәмі де өте керемет. Міндетті жасап көріңіздер. Басқа салаттарға қарағанда өте ерекше. Дайын салатымыз тура осылай шықты. Осылай дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің YouTube каналыма тіркеліп, менің видеоларымның барлығын толықтай көріп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.